Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге закваскамен жасалынатын пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Закваска деп отырғанымыз бұл табиғи ашытқы. Бұл ағзамызға өте пайдалы, асқазанға ауырлық түсірмей, өте жеңіл түрде қорытылады. Ыдысымызға сүт, ыстық су, сары май және бір жұмыртқа, тұз, қантымызды салып, закваскамызды саламыз. Менде мынадай закваска алдын ала жасалып дайындалған. Осыны салып, жақсылап араластырамыз. Егер закваскаңыз болмаса, бір шай қасық дрожж қосасыз. Жақсылап араластырып, ұнның барлығын бірден қосамыз, қамыр қылып илейміз. Міне илеп болдым. Осындай жұмсақ қамыр болады. Енді бетін жауып, 15-20 минуттан кейін тағы қайратын боламын. 15-20 минут өтті міне менде. Енді закваскаға иленгендіктен осылай жасау керек. Бір осылай қайрамын да, бетін жауып, 2 сағаттан кейін бірақ ашатын боламыз. Салмасы картошкамен болады. Картошканы алдын ала суға қайнатып алдым. Тұзымызды қосып, осылай езіп аламыз. Мен салмасына пияз қоспаймын, өйткені ұнатпайды. Сүт қосамын. Кәдімгі пюре болады. Сүт менде 150-120 грамдай кетті. Жақсылап еземіз осылай. Осылай сүтпен болса да, балаларға ұнайды бұл және дәмді болады. Осылай дайындап аламыз. Менде 2 сағат өтті, қамыр дайын болды, өте жақсы көтерілген. Енді осы қамырымызды ыдыстан түсіріп, бөліктерге бөлеміз. Бірінші мен 2-ге бөліп аламын. Бұның жартысы бауырсақ болады. Жартысын бауырсақ істеймін. Осы рецептпен бауырсақта өте дәмді болады. Бауырсақты да осылай жасаса болады. Екіге бөліп алып, бір бөлігін қайтадан салып қоямын. Соңынан пісіріп аламын бауырсақты. Енді осы бөлігін бөліктерге бөлеміз. Бөліктерге бөлгеннен кейін кішкене 10-15 минуттай тұрдым. Енді оқтаусыз, өте жұмсақ қамыр, оқтаусыз қолымызбен жайып, ортасына салмасын салып, ұнға аунатып аламыз. Осылай бір, өйткені жабысып қалуы мүмкін, осылай аунатып барып қоямыз. Бетін жауып қоямыз. Енді қызып тұрған майға 2 жағын қызартып аламыз. Одан кейін тағы айта кететін жайт, осы жерде қамыр жаңа пирожкиларымызды майға саларда үстінен бір рет қана жайып басып жіберіп салсаңыз дұрыс болады. Мен мына жерде олай жасамай салғанымда қатты көтеріліп кетіп, аунамай жатыр.
Пирожкиларымыз пісіп шықты. Өте дәмді. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк баса кетіңіз. Ас болсын. No.